Достар, бүгін волейбол анимасының бірінші сезонның екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші сезон Асахидің келуімен біткен еді. Енді Кейшин командасы ұзақ уақыт бойы жаттықпай онша жігеріл болмаса да, оның әрбір қатысушысы керемет тәжірибеге ие болған еді. Сондықтан олар орта мектеп оқушыларымен тең дәрежеде қарсы тұра алады. Сонымен қатар Асахи команданың асы деп бекер айтпайды және өзінің күшті соққысының арқасында ол бірден 3 ойыншының қорғанысын бұзады. Асахи бірінші жылдықтағыларға өзінің күшті екенін көрсетті. Хината мен Кагияма өзінің жылдам шабуылдарын қолдана отырып допты соқса да, әлі де көп жаттығу және көп нәрсені үйрену керек екенін түсінді. Сонымен бұл матчта үлкендер жеңіске жетті. Матчтан кейін олар мектеп оқушыларына ойын үшін алғыс айтып, Карасунаның шынымен таңғажайып ойыншылары бар екенін айтты. Тиісті жаттығулармен бұрын-соңды болмаған биіктерге көтеріле алатынын айтады. Олардың ойынын сырттан көріп, Кейшин алдымен допты қабылдауды пысықтау керек екенін түсінді. Сонымен қатар Кейшиннің бас ауруы пайда болды, өйткені ол негізгі байланыстырушыны таңдау керек. Кагияма гений және жылдам шабуылдарды қолдана алады, бірақ екінші жағынан командада Сугавара бар. Ол мұндай керемет ойынға ие болмаса да, бірақ шабуылдаушылардың сезімдерін мықты түсінгендіктен ойланады. Сонымен қатар ол 3-ші жылғы және Савамура мен Асахи үшін бұл турнир соңғы болады. Команда алдағы турнирге қатты дайындала бастады және балалар бір аптаға күштірек дайындалу үшін олар оқу-жаттығу лагеріне барады. Содан кейін жүгіру кезінде Хината Кагияма қарсыласуға қатты қызығушылық танытқан соншалық командадан адасып және бұл жерде тұрмайтын бір жігітке тап болады. Ол бұл аймақты білмегендіктен тек қана күтуді жөн санайды. Хината онымен бірден таныса бастайды. Оның есімі Кодзуме. Хината оның сөмкесіндегі киімдерді байқап, оның да волейболшы екенін түсінеді. Бірақ оның ойнауға деген ынтасы жоғын байқайды. Оны ойнауға мәжбүр ететін жалғыз нәрсе оның достары. Кодзуме алаңда аз қозғалу керек болғандықтан байланыстырушы позициясында тұратынын айтады. Матч алдында балаларға жаңа форма беріледі. Айтпақшы, киімдегі сандар құрамдағы ойыншының деңгейін білдіреді. Яғни саны неғұрлым аз болса, соғұрлым жақсы ойыншы деген сөз. Матч күні басталады. Кодзуме Некома командасының байланыстырушысы болып шығады. Бұрынғы қарсыластар сияқты Некоманың командасы Кагияма мен Хинатадан тез шабуыл жасауды күткен жоқ. Сондықтан басында олар ұпай жағынан сәл артта қалады. Бірақ олардың жаттықтырушысы Некомата оларды тоқтатуға тырыспайды. Өйткені ол тым тәжірибелі және олар өз күштерін Хинатаны тоқтатуға жұмсауға шешім қабылдайды. Бұл үшін олар Инуокуды Хинатаға жеке қамқоршысы етіп тағайындайды. Алдымен оған тосқауыл қою мүмкін болмайды, бірақ олар бұл шабуылды жиі қайталаған сайын Инуоку Хинатаны тоқтатуға жақындай түседі және соңында ол оны тоқтата алады. Осылайша бірінші партияны жеңіп алады. Кейшин Некоманың командасы өте мықты деген қорытындыға келеді. Балалар бұл блоктар Хинатаны моральдық тұрғында сындырады деп алаңдай бастайды. Бірақ оның жүзінде күлкі болды. Хинатаның шабуылдарын олар әрең жеңіп жатқанын түсіне бастайды. Олар жаңа стратегия ойлап тапса, онда олар сол сәтте міндетті түрде қайталайды. Ал Кейшин жаңа стратегияны ойлап табады. Ол Кагияманың Хинатаға сәл жұмсақ пас беруін өтінеді. Оның әдеттегі пастары Кагияма өзі қалай қаласа солай беретін еді. Өйткені ол Хинатаға соққы беру құқығын шектеуді тиімді деп санайды. Сондықтан Кейшин Кагияманың осындай пас беруін қалайды және сол пас арқылы Хината қарсыластарын жеңу мүмкіндігін алады. Бұл бірден нәтиже бермейді, бірақ біраз уақыттан кейін ол жаңа техниканы игереді. Матч өте әсерлі өтеді. Барлық ойыншылар бір-бірінің техникасын білмей жаңа шыңдарға шығады. Сонымен қатар Некома қызықты техниканы қолданады. Олар Карасуна күтпеген артқы сызықтан шабуыл жасайды. Карасуна жақтан жақсы шабуыл болса да, қорғаныстан олар зардап шегеді. Сондықтан олар екінші партияда жалпы ойында жеңіліп қалады. Тек Хината тағы бір партия сұрай бастайды және бұл жаттығу матчы болғандықтан Некома қарсы болмайды. Нәтижесінде Карасуна мен Некома ойыншылары ортақ шешімге келіп, келесі ойынын асыға күтеді. Сонымен қатар осы матчтан кейін Кейшин кетуге мәжбүр болады. Бірақ ол бұл матчқа қайта оралғысы келген соншалық, ол Карасун командасының жаттықтырушысы болып қалуға шешім қабылдайды. Содан кейін олар турнир торын жариялайды. Яғни ол жақын арада басталады деген сөз. Командамен жаттығудан басқа кейбір ойыншылар жеке жаттығулар жасайды. Мысалы, Сугавара алаңда байланыстырудың жаңа әдісін ойлап табады. Ол қолдарымен сигнал беру арқылы допты беру бағытын көрсетеді. Осыдан кейін Такеда Шимидзу есімді команда менеджерімен бірге қалықта деп жазылған ескі команда белгісін табады. Бұл командаға жеңіске деген керемет мотивация береді. Ақыры турнир күні келді және бірінші қарсылас Таканами болады. Олар Карасуна сияқты осы турнирдің аутсайдері болып саналады. Олардың матчын Айкаваның өзі тамашалауға келеді. Бұл бекер емес, өйткені Карасуна қазір солар сияқты деңгейлес команда екенін көрсетті және алғашқы матчында олар Таканамиді 2-0 есебімен жеңеді.
Ал олардың келесі қарсыластары бір кездері Асахиді толығымен қамалын бұзған Датеко болады. Хината мен Кагияманың күш-жігерінің арқасында олар бірінші партияны алады. Тек соңында олар өз шабуылдарын әрең дегенде жүргізеді. Өйткені блоктаушылар Датеко олардың шабуылдарына таңқаларлықтай тез бейімделген еді. Сонымен қатар Хината алаңда мәңгі бола алмайды. Өйткені алаңдағы әр маусымнан кейін ойыншылар бір позицияға ауысады. Ал Хината қорғаныс шебінде тұрғанда оның мағынасы жоқ. Сондықтан оны доптарды жақсы қабылдайтын ойыншыға ауыстырады. Бұл жағдай Либерге де қатысты. Ол шабуылдаушы позицияға ауысқанда ол ойынға дейінгі адамға ауыстырылады. Дегенмен Хината өз рөлін сәтті орындайды. Өйткені ол қаншалықты жарқыраса, соғұрлым басқа ойыншыға көбірек еркіндік береді. Және басты блоктаушылар Хинатаға мән берген сәтте Асахи артынан сенімділігі артып секіріп қарсылас командаға допты салады. Бірақ бұл ойын аяқталмайды. Карасуна барлық құпия әдістерін қарсылас командаға көрсетеді. Және егер олар ойынды екінші бөлімде аяқтай алмаса, үшінші партияда олар ұтылып қалу мүмкін. Жігіттер өздерін барынша қысып тастады. Бірақ Асахи бірнеше рет Датеконың блогына доп тигізеді. Бірақ оның барлық сәтсіздіктерін Нишиноя ғана құтқарады. Ал матч кезінде Асахи оларды қайтадан бұза алмаған кезде Нишиноя тағы да матчпойнт кезінде допты аяғымен қайтарып, жеңіске деген ұмтылысты көрсете отырып, допты сақтап қалады. Бұған қоса команда өз ойынын аяқтаған кезде соңғы пас әрқашан Асқа беріледі. Сондықтан Кагияма тағы да пасты Асахиге береді. Ол бұл жолы олардың блогын бұза алады. Осылайша командаға жеңіс әкеледі. Олардың келесі торлы қарсыластары Сейдзё болады. Айкава бастаған команда қарсыластарының блогын бұзады. Бірақ алдымен Айкаваның Кагияманы жеңуді неге сонша қатты қалайтынын айту керек. Олар бірге орта мектепте оқыған болатын. Және сол сәтте Айкава бұл орта мектепті бітіріп үлгерген еді. Ал Кагияма ол кезде енді кірген еді. Бірақ жасына қарамастан айналасындағылардың бәрі оны мықты байланыстырушы деп таныды. Осыған байланысты Айкавада қажетсіз болудан қорқып комплекс пайда болады. Өйткені Кагияма Айкаваға өзінің сэмпайы ретінде көмекке жақындағанда ол оны қабылдамады. Кейде ол бір сәтте онымен күресуге дайын болды, бірақ оны уақытында тоқтатып волейболдың командалық спорт екенін және қандай данышпан болсаң да командасы жеңе алмайтынын Айкаваға жеткізді. Осыны түсінген Айкава өзінің ой-өрісін өзгертті. Соның арқасында турнирде ең жақсы байланыстырушы сыйлығын жеңіп алады. Бірақ олар бұл турнирді жеңе алмайды, өйткені оны Шираторизавадан келген Вакатоши жеңеді. Сондықтан Айкава оны және Кагияманы жеңуге ант береді. Мақсатына жету үшін Айкава тек командамен ғана емес, өзі де көп жаттығады. Өйткені олардың күшті және әлсіз жақтарын білу үшін қарсыластардың матчтарын қайталануын көп көреді. Айтпақшы Кейшин де солай жасады. Ақыры матч басталып, Айкава бірден ойынды қолға алып, өзінің артықшылығын байланыстырушы ретінде көрсетеді. Кагияма қобалжып уайымдап, ойынның қарқынын тездете бастайды. Бірақ оның жолдастары оған үлгере алмай, ұпай жоғалтады. Нәтижесінде осындай проблемалардан кейін Кейшин байланыстырушыны ауыстыруға шешім қабылдап, Сугавараны алаңға шығарады. Ол бұған дейінгі матчтарда ойнаған жоқ. Сол себепті қарсыластар оның ойын жақсы біле алмайды. Және Кагиямадан бірнеше есе тәжірибелі болды және өзінің білімімен командаға ұпай жинауға көмектеседі. Сонымен қатар ол жолдастарының не қалайтынын жақсы түсінеді. Өйткені әркімге бейімделіп команданың моральдық деңгейін көтере алады. Кагияманың ойынды көріп отырғаны қиын болады, бірақ ол мұны жаза ретінде емес, керісінше жақсы адам болу үшін отырғанын түсінеді. Сол кезде кезек Айкаваның подача беруіне келеді. Ол сұмдық подача берген соншалық эйсті бір-бірлеп соғады. Соның арқасында олар бірінші партияны жеңіп алады. Екінші партияда командалар құрамы бірдей болды, бірақ Кейшин ойын схемасын өзгертті. Ол Айкаваның подачасына бейімделу үшін Нишиноя мен Савамураны қорғаныс бетіне қалдырды. Оның жоспары ойлағандай болады, және олар Айкаваның подачасын қайтара алып, ұпай жинай бастады. Сугавараның ойын стилі Кагияманыкіндей ойланбай беру емес еді. Оның барлық пастары оқулықтағыдай дәл болатын. Дегенмен қарсылас команда Сугавараның әрекетін оқи бастайды. Ал Кейшин болса тағы да бір нәрсені өзгерту керек болады. Ол Кагияманы қайтадан алаңға шығаруға шешім қабылдайды, және Кагияма өзінің жаңа нұсқасында алаңға шығып жаңа көзқараспен ойынға қарайды. Енді ол өз қалауынша емес, шабуылдаушыға ыңғайлап допты береді. Тіпті қарым-қатынасы шиеленіскен Цукишимаға да Кагияма дұрыс тәсілмен пас береді. Соның арқасында екінші партия Карасунаның қоржынына өтеді. Бұл Айкаваны қатты жындандырады. Бұл жолы ол үшінші партияға қатты мотивациямен шығады.
бірақ Карасуна да жеңіске деген үмітпен шығады. Мұның бәрі матчтағы есеп мүмкіндігінше жақын болғандығына байланысты болады. Сейдзё енді ғана алға шыққанда Карасуна бірден ұпай жинап қарсыласып жұмыс істеді. Кенет Ямагучи алаңға шығады. Оның бір ғана міндеті Шимададан үйренген керемет подача беру болатын. Кейшин оның подачасы ойынның бағытын өзгерте алады деп үміттенеді, бірақ Ямагучи тордан өткізе алмады. Осылайша ол қарсыласқа бір ұпай сыйлайды. Бірақ Карасуна бұған сынбай соңына дейін күресуге күш табады. Нәтижесінде таблода екі команданың ұпайы 24-24-ке тең болады. Демек бірінші болып екі ұпайдан басымдылыққа ие болған команда жеңеді, және бұл Карасунаға мүмкіндігінше жақын болады. Өйткені олар бірден алға ұмтылады, бірақ Сейдзё оларды құр жібермей қарсы күрес көрсетеді. Кейін Сейдзё жеңіске жетуге бір сәт қалады. Карасунаның командасы қандай жағдай болмасын гол соғу үшін барлығын жасайды, және Кагияма бұл жағдайда ең дұрысы Хинатаға жылдам пас беру деп шешеді. Бірақ Айкава егер Кагиямаға шешуші мүмкіндік берсе, онда ол міндетті түрде Хинатаға пас беретінін түсінді. Сондықтан жолдастарына оны қадағалауды бұйырады. Оның айтқан дәл келеді. Олар Хинатаны бұғаттап, матчтағы жеңісті жұлып алады. Нәтижесінде Сейдзё финалға жетеді, бірақ сол жерде Айкава тағы да Шираторизавадағы Вакатошиден жеңіліп қалды. Турнирдегі жеңіліс Карасуна командасының барлық қатысушыларына қатты әсер етті. Өйткені олардың кейбіреулері үшін бұл соңғы матч болып саналады. Команданың ұлттық чемпионатқа шығуына мүмкіндігі бар. Бұл үшін олар көктемгі турнирде жеңіске жету керек. Әрине оған ұзақ және жақсы дайындалу керек, және бұл үшін алдағы бос уақыттарын құрбан ету керек болады. Міне дәл осы мәселе жылдың 1/3-інде олардың университетке түсуі және одан кейінгі өмірімен тікелей байланысты болатын емтихандары бар. Бір мектеп турнирі үшін волейболдан өз болашағыңа қауіп төндірсең ақымақтық болады. Бірақ Савамура, Сугавара және Асахи бұлай ойламады, және ұлттық турнирге шығуды көздеген болатын. Бұл Кейшинді алаңдатты, өйткені ол волейболдың болашаққа жігіттерге қиындық тудырғанын қаламады. Сондықтан ол Такедадан олармен сөйлесуді өтінеді. Бірақ одан кейін де жігіттер өздерінің шешімдері мен волейбол ойнауға деген ұмтылыстарына адал болып қалды. Кейшин командаға жеңілістен моральдық тұрғыдан алыстау үшін демалыс берді. Бірақ команда тіпті бір-бірімен келіспей жоспарламаған жаттығуға келеді. Өйткені олардың ешқайсысы қайтадан жеңілгісі келмеді. Сондықтан олар жаңа ойынға турнирге дайындала бастады. Бірақ екінші сезонда мұның бәрі жалғасады. Білем, ол туралы видео бір күні шығады. Қиялдап каналымен бірге болғаныңа саған мың алғыс, және менің YouTube және Instagram арналарыма жазылуды ұмытпаңыз. Келесі бейнеде көріскенше.